Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Кәмшат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең оңай тамақ вареники, яғни етсіз жасалатын тағамдарды жалғастырамыз. Вареники жасаудың ең оңай тәсілін және ерекше құпияларымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттер тізімін әдеттегідей видеоның описание бөліміне қалдырамын. Ең алдымен біз қамырымызды жасауға кірісеміз. Қамырымызға 2 жұмыртқа, тұз, ұнды, суды араластырып, орташа жұмсақтықтағы қамыр илейтін боламыз. Осылай жақсылап илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін 10-15 минутқа бетін жауып, салафан пакетке кигізіп қойып қоямыз. Енді начинкасын жасауға кірісеміз. Қызып тұрған табаға майымызды құйып, 2 пиязымызды 4 бұрыштетіп турап, жақсылап қуырып аламыз. Начинкасына мен творог пен картошкадан жасайтын боламын. Алдымен творогқа жаңағы қуырылған пиязымызды қосып, екеуін жақсылап кішкене тұз салдым да араластырып алдым. Майы аз болса, кішкене сұйық май қоссаңыздар болады. Міне біздің бірінші начинкамыз дайын болды. Екінші начинкасы обычный картопты пюре етіп езіп алдым да, кішкене пияз қосып, тұз, бұрыш қосып, араластырып, оны да дайындап қойдым. Енді қамырымды жаюға кірістім. Бағанағы қамырымды 3-4 бөлікке бөлдім да, осылай жақсылап жұқа етіп жайып алдым. Жайылған қамырымызды қалауыңызша 4 бұрышты етіп бөлсеңіздер болады, немесе осылай бір кесені, стаканды алып, осылай домалақ пішінмен жасасаңыздар болады. Қамырымызға енді начинкаларымызды салып, түйетін боламыз. Жалпы вареники жасаудың неше түрлі әдісі болады. Мен осы творогпен жасалатынды өте қатты жақсы көрем. Дәмі деген тіл үйіреді. Творог начинка вообще супер болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Екінші начинкамен де дәл солай түйіп шықтым, бірақ бұның түйу үлгісі ерекше болды. Вареники жасаудағы тағы бір құпиялығым, ерекшелігім, көп адамдар вареникиді суға қайнатып жасайды ғой, ал мен суға қайнатпаймын. Яғни мен мантыварканың листтарына тізіп, сол арқылы буға пісіремін.
буға пісірген вареники өте дәмді болып шығады, күшті болып шығады, езілмейді, жарылмайды. Манты қазанымыздың жаңағы листтарын майлап шығамыз, сосын вареникеларымызды тізіп пісіріп аламыз. 20-25 минутта піседі. Және вареникеларымыз құрғақ болады деп ойлайтын болсаңыздар, сіздерге вареникеға арналған күшті подливтің рецептісімен де бөлісемін. Мантываркамызды газға қойдым. Енді 20-25 минутта қайнап пісем дегенше біз подлив жасауға кірісейік. Алдымен қызып тұрған табамызға сұйық майымызды, кішкене сары майымызды қосып, 4-5 пиязымызды полукольца етіп турап аламыз да, осы қызып тұрған майымыздың үстіне жақсылап қуырамыз. Үстіне аздап шым-шым тұз салсаңыздар да болады. Майы аз болса, сұйық майдан қосып жіберсеңіздер болады. Осыны әбден қызарып қуырғанша, қызарып піскенше қуырып аламыз. Пиязымызды 5-10 минут қуырсақ жеткілікті. Мінекей достар, дайын болған пиязымызды бір ас қасықтан вареникіміздің үстіне салып беретін боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Вареникіміз осылай дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.